Саламатсыздар ма балалар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қазақ тілі 3-4 сабақ Астана тарихи мекен. Бірінші, суреттерге қарап сөйлем құра. Не себепті 3 қала бейнеленген деп ойлайсың? Бұл қандай қалалар? Суреттерді өзара байланыстырып, ойыңды қорытындыла. Бірінші суретте Орынбор қаласы, екінші Қызылорда қаласы, үшінші Алматы қаласы. Бұл суреттерде 1920-98 жылдар аралығындағы Қазақстанның астаналары бейнеленген. 1920-25 жылдар аралығында Қазақстанның астанасы Орынбор қаласы болды, ал 1925-29 жылдары Қызылорда қаласы болды. 1929-1989 жылдары Алматы қаласы болды. Қазақстанның бұрынғы астаналарына шолу жасап кету мақсатында бейнеленген. Үшінші, бұл 3 қалада Қазақстанның бұрынғы астаналары. 3 қаланың да өзіндік тарихы бар, ерекшелігі бар. Бұл қалалар әрбір қазақ халқының есінен кетпейтін тарихи маңызы бар қалалар. Келесі, мәтінді оқып, пікір алмасып, топта талқылаңдар. Екінші тапсырма, тыңдалым мәтіні бойынша өз өлкең туралы айтып бер. Менің өлкем, туған өлкем Қазақстан Республикасы. Елімнің табиғатының сұлулығын айтып жеткізуге тіпті сөз жетпейді. Байтақ көркем жасыл гүлденген табиғаты көз тоярлықтай. Қазақстанда Менделеев кестесіндегі 100-ден астам қазына бар екендігін ғалымдардың өзі зерттеген. Шіркін, осындай байлықтың үстінде өмір сүру қандай бақыт десеңші. Мен өз өлкемді сүйемін. Үшінші тапсырма, тыңдалым мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Сұрақтары: қасиетті өлке мекен дегенді қалай түсінесің? Жаңа Астана ежелгі қазақ жерінің төрі деп неліктен айтылған? Өзің қай жерде тудың? Сол елді мекен туралы аңыз әңгіме білесің бе? Айтып бер. Бірінші, қасиетті өлке мекен ол сенің балалық шағың өткен, кіндік қаның тамған жер. Бұл мекенде қаншама естеліктер бар. Ер жетіп оқу оқып білім алған мекен. Екінші, себебі жаңа Астана қазақ еліне қаншама өзгерістер мен бейбітшілік әкелді. Үшінші, қазақтарда аңыз әңгімелер өте көп. Солардың бірі Айша бибі туралы аңыз. Айша бибі еліне сапарлап келген Қараханмен жүздесіп бір-бірін ұнатады. Бірақ қыз әкесі келісімін бермейді. 3 рет өтініп меселі қайтқан Айша бибі 40 қыз жолдас ертіп Қараханның еліне өз бетімен аттанады. Шетке тоқтап демалмақшы болғанда сол кезде сәукеленің ішінде жасырынып қалған улы жылан Айшаны басынан шағып алады. Қыздардың хабарын естіп Қарахан да жетеді, бірақ Айша тілге келмейді. Ең болмаса о дүниеде қосылайық деп. Қарахан осы жерде Айшамен некесін қидырады. Келін болып босаға аттамаса да уәдеге берік Айшаның соңғы демі өз қолында шыққанына әрі риза, әрі құса болған Қарахан сол Айша бибі қабірінің үстіне күмбез тұрғыздырады. Мінекей, мен өзімнің өлкем туралы, туған жерім туралы әңгіме жаздым. 4-ші тапсырма, суреттегі заттарды атап сәйкес себеттерге орналастыр. Бұл қандай сөздер? Ойлан. Техника: көлік, компьютер, робот, ұялы телефон, ғылым, вирус, жасуша, ғарыш, глобус. Тілдік бағдар: термин сөздер. Бүгінгі сабағымыз өтетін термин сөздер: ғылым, техника, өндіріс, өнер, тағы басқа саладағы белгілі бір ұғымдар мен зат атауларын білдіретін сөздер термин сөздер деп аталады. Мысалы, фонетика, меридиан, қосымша, құн, айналым, нота деген сияқты. Ғылым тілінің халықаралық сипат алуына байланысты терминдер тілімізде кең тарайды. Оларды игеру қазақ тілінде мынадай тәсілдер арқылы қалыптасқан. Мағыналық аударма жасап, тілден балама табу арқылы, мысалы, тұрақ, жарнама, ғаламшар, егемендік. Екінші, терминдерге қазақ тілінде балама болмаған жағдайда халықаралық терминдерді пайдаланамыз. Мысалы, биология, химия, атом, графика, климат. Бұл термин сөздер бір тілдің аясында шектелмей, көптеген тілдерге де ортақ болады. 5-ші тапсырма, қазақ тілі, география, биология, математика пәндері бойынша өзің білетін терминдерді жаз. Қазақ тілі: лексика, фонетика, синтаксис, неологизм, синоним. География: глобус, масштаб, меридиан, экватор, климат. Биология: жасуша, бактерия, ДНК, РНК, резус-фактор, микроб. Математика: аксиома, катет, гипотенуза, квадрат, косинус, функция. Келесі 6-шы тапсырма, мәтіндегі қарамен берілген сөздерді іріктеп оқы, оларды түсіндіріп айт. Астана қызықты тарихы бар көне қалалардың бірі. Қала тарихы 1830 жылдан басталады. Осы жылы Қараөткел жерінде Ақмола бекінісінің құрылысы салынады. Ақмола 19 ғасырда ірі сауда-экономикалық орталығы болған, түрлі этностар мен мәдениеттер тоғысқан, қала арқылы ұлы жібек жолы өткен. Халық ұлы дала мен Сарыарқаға қыстауға көшіп отырған. Бұл
жер кейінек 4 түлік мал сатылатын сауда орталығына айналады. Жәрмеңкелік қымыз, шұбат тәрізді сүт тағамдарының молдылығымен ерекшеленеді. Сондықтан болар қала аты Ағмол деген сөзден Ағмола деп аталып кеткен. Қала тұрғындары мал шаруашылығымен қатар жер өңдеумен де айналысқан. Ақмола қаласының дамуында тың жерлерді игеру маңызды оқиға болды. Қазақстанның солтүстік облыстарының барлығын қамтыған осы жер 1961 жылдан 92 жылға дейін Целиноград, ал 92 жыл мен 98 жылдар аралығында Ақмола деп аталады. Қазір Қазақстанның астанасына айналған бұл мекен Сарыарқаның солтүстігінде Есіл өзенінің оң жағалауында орналасқан. Тарихи тұрғыдан Еуропа мен Азияны байланыстырып жатқан Астана қаласы мәдениет пен өнер ордасы, республикалық автомобиль жолы, теміржол, әуе жолдары тоғысатын ірі орталық. Мәтінді толық оқы, мәтінді ақпаратты салыстыр. 7-ші тапсырма. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін жауапты белгіле. Мәтіндегі ақпараттар. Қала тарихы 1830 жылдан басталады. Дұрыс, бұрыс. Дұрыс. Ақмола 19 ғасырда ірі сауда-экономикалық орталығы болған. Дұрыс. Бұл жер кейінірек 4 түлік мал сатылатын сауда орталығына айналды. Бұрыс. Жәрмеңкелер қымыз, шұбат тәрізді сүт тағамдарының молдылығымен ерекшеленеді. Дұрыс. Қала тұрғындары мақта шаруашылығымен айналысқан. Дұрыс. Осы жер 61 жылдан 92 жылға дейін Ағмола деп аталған. Бұрыс. Келесі жаттығу 8-ші тапсырма. Оқылы мәтіннен термин сөздер теріп жазып, қандай термин екенін көрсетіңдер. Термин сөздер олар этнос, автомобиль, жолы, сауда, орталығы. Келесі 9-шы тапсырма. Мәтіндегі орфографиялық қателер тауып, тыныс белгілерін дұрыс қойып жаз. Есіл өңірінде Астананың қаласында Қарабай дарасы деген жер бар. Аңыз бойынша бұл жерде Қарабай байдың қызы Баянсұлу дүниеге келген. Бірде 80 жасқа келгенше перзент сүймеген байлар мен ұл қыз көретін болса, құйрық бауыр кескен құда болуға уәделеседі. Содан Сарыбай ұлды Қарабай қызды болады. Сарыбай ұлын қозы көрпеш деп, Қарабай қызын Баян деп атайды. 10-шы тапсырма. Тілдік бағдарға сәйкес кестені толтыр. Термин сөздер қазақ тіліндегі және халықаралық. Қазақ тіліндегі термин сөздер әуежай, жарнама, борт, серік, теледидар, үстел. Халықаралық термин сөздер клуб, куб, телевизор, глобус және математика сияқты түрлі пән атаулары. Балалар, осымен сабағым аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.